Сіздермен бірге мен география пәнінің мұғалімі Каленова Алия Кендебайқызы. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Оқушылар, суретте жер бедерінің қандай түрлері бейнеленген? Олардың пайда болуына қандай күштер әсер етті деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, суретте жер бедерінің ең биік түрлері таулар бейнеленген. Таулардың пайда болуына жердің ішкі күштері әсер етеді. Жарайсыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағының геологиялық тарихы және тектоникалық құрылымы. Сабақтың мақсаты жергілікті компоненттерді қосымша қамту негізінде Қазақстанның жер бедерінің геологиялық тарихын және тектоникалық құрылымын анықтайды. Бағалау критерийлері Қазақстанның жер бедерінің қалыптасуын геологиялық тарихымен байланыстыра отырып түсіндіреді. Қазақстанның тектоникалық картасынан тектоникалық құрылымдарды, ежелгі және жас платформаларды, қатпарлықтарды анықтайды. Оқушылар, енді мына бейнероликке назар аударайық. Енді қатпарлы белдеулер мен платформалармен танысайық. Қазіргі Қазақстан аумағындағы жер қыртысы ұзақ уақыт бойында әртүрлі геологиялық үдерістердің әсерімен қалыптасты. Сол себепті оның жекелеген бөліктері біріншіден құрылыс тау жыныстарының құрамы мен орналасуы арқылы, екіншіден даму кезеңдері мен тарихы арқылы бір-бірінен ерекшеленеді. Алдарыңыздағы суретте Евразияның ежелгі және жас белдеулері көрсетілген, және де платформаның құрылымы мен қатпарлы облыстар көрсетілген. Жер қыртысының қозғалмалы учаскелерін қатпарлы белдеулер деп атаймыз. Жас қатпарлы белдеулерде тау жүйелері орналасқан. Енді платформалардың құрылысымен танысайық. Платформалар жер қыртысының тұрақты қозғалмайтын бөлігі. Ол жазық жерлерге сәйкес келеді. Платформалар құрылымы екі қабаттан тұрады. Фундамент бетінде шөгінді қабат орналасқан, ал шөгінді қабаты жоқ. Фундаменттің кристалды қабаты жер бетіне шығып жатқан жерін платформаның қалқаны деп атайды. Қатпарлы белдеулер мен платформалар әртүрлі уақытта пайда болғандықтан, оларды құрайтын тау жыныстарының да жасы әртүрлі. Қазақстан аумағындағы тау жыныстарының жасын, органикалық дүниесінің дамуын, табиғат жағдайларының өзгерісін геохронологиялық кесте көрсетеді. Оқушылар, алдарыңызда Қазақстанның тектоникалық картасы көрсетілген.
сол карта бойынша картадағы әртүрлі түстер қандай қатпарлықтарды, платформаларды бейнелейтінін көрсетеміз. Ашық қызғылт түспен не бейнеленген, көгілдір түспен қандай платформа бейнеленген, қоңыр түспен қандай қатпарлық бейнеленген, жасыл түспен қандай қатпарлық бейнеленгенін картаға қарап жазып жіберсеңіздер. Ал қана дұрыс жауаптарыңызды көріп жіберейік. Қазақстанның тектоникалық құрылымын бейнелейді. Ашық қызыл түспен ежелгі платформаның шөгінді қабаты, көгілдір түспен Каледон қатпарлығындағы аймақтар, қоңыр түспен Герцин қатпарлығындағы аймақтар, жасыл түспен Кайназойға дейінгі шөгінді қабаттар бейнеленген. Жарайсыңдар оқушылар, керемет, құрметті оқушылар. Сонымен біз осы тақырыпта тау жыныстарының ең ірі орналасулары, яғни тектоникалық құрылымдар, платформалар, қатпарлы белдеулер, олар әртүрлі дәуірде қалыптасқанын біліп түсіндік. Оқушылар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді мына көңіл-күй смайликтері арқылы белгілеп жіберіңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.